Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәл осындай донер дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауық еттерін осылай ұзыншалап турап аламыз. Картошканы да осылай ұзыншалап турап аламыз. Бұдан біз фри дайындайтын боламыз. Осыдан кейін қияр мен помидорды ұсақтап көбейткеп тураймыз. Туралған картошкамыздың крахмалын кетіру үшін жақсылап 2-3 рет суға жуып аламыз. Жуылған картошканы, осылай туралған картошкалар барлығын салфетканың үстіне кептіріп аламыз. Қызып тұрған майымызға картошканы сарғайғанша қуырып аламыз. Енді қызып тұрған майымызға ұзыншалап туралған тауық еттерін салып қуырамыз. Үстінен өзіңіздің қалағанша тұз саласыз, 25 минуттай қызарғанша қуырасыз. Дайын болған фридің үстіне кішкене тұз саламыз да араластырамыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай донеріміздің ішіне салатын барлық заттарымызды дайындап алдық. Енді донерімізді жасауға кірісеміз. Алдымен лавашымызға осылай майонезді жақсылап жағып аламыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей барлық заттарды осылай кезекпен саламыз үстіне. Видео ұнаса, YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Сіздің пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Дайын болған донерді осылай әсет печканың сеткасына қойып 5 минуттан екі жағын қызартып аламыз. Сонда сырты қытырлап шығады.